Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте пайдалы әрі оңай тез дайындалатын көкөністерден жасалатын пюрені бірге дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Осы рецептпен жасасаңыздар, бұл пюре өздеріңізге және балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен мен картоптарымызды осылай жұқа етіп турап, суға сәл батқанша салдым және азғантай тұз салып жіберемін. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз саласыздар. Енді қайнағанша осылай қойып қоятын боламыз. Осылай қайнап картошкам, яғни картобым пісетін кезде, пісті деген кезде үстіне мен осы капустаны салып жібердім. Яғни цветной капуста дейміз ғой. Осы цветной капустаны салып, тағы да 6-8 минуттай қайнататын боламыз. Енді осылай қайнатып болған соң, мен бір күн бұрын осындай ақ фасолды жібітіп қойдым. Яғни ақ фасолды. Сосын 1 сағаттай қайнатып алдым. Фасолымызды енді осылай салып аламыз. Яғни осы қасықпен өлшегенде менде 5-6 қасықтай шықты. Және жаңағы қайнатылған картобымызды осылай су тартылғанша қайнаттым. Яғни ешқандай суыны төккен де жоқпын, артық су құйған да жоқпын. Енді цветной капусталарымызды да блендеріміздің ішіне осылай салып алатын боламыз. Өздеріңіздің үйлеріңізде қандай блендер болса, барлық блендермен жасауға болады. Міне осылай салып алдым. Енді картоптарымызды да салып алатын боламын. Достар, картоптарымызды мен осы суымен бірге салатын боламын. Яғни картопты қайнатқан кезде сәл ғана батса жеткілікті деп айтылды. Дәл сол суымен картоптың барлығына салып жіберетін боламыз. Бұл пюре өте пайдалы және диетада жүрген жандарға да өте пайдалы пюрелеріміздің бірі. Енді мен суының дәміні көрдім. Менде тұзы сәл аздау болды. Сол себепті азғантай тұз сеуіп жібердім. Және мен осы 1 ас қасықта масло гхи деген, яғни топленое масло, күйдірілген сармай деп айтамыз ғой, дүкендерде сатылатын кәдімгі осы топленое маслодан 1 ас қасықта салып жібердім. Егер сіздерде топленое масло немесе күйдірілген сармай болмайтын болса, жай сливочный маслоны 1 қасығын алып, ерітіп, қайнайтын кезде өшіріп, оны салып жіберсеңіздер, дәмі өте керемет болады. Міне біздің пюреміз дайын болды достар. Міндетті түрде осы пюрені жасап көріңіздер. Өте пайдалы әрі өте дәмді пюрелеріміздің бірі. Менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, менің парақшама подписаться жасап, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен өте қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздерге ас болсын.